Сәлеметсіздер ме оқушылар? 6 сыныптың 764 есебін шығарайық 5 беттегі. Бұл жерде тура санды теңдіктерді таңдап алыңдар дейді. Яғни тура санды теңдік дегеніміз не? Мынау теңдіктің екі жағындағы мәні бірдей тең болу керек. 6 қосу 3 бізде 9, 1,8 5-ке көбейтсек 9. Сонда мына жағы да 9, мына жағы да мына бөлігі де 9 болып тұр. Яғни теңдіктің мына оң жағы 9-ға тең. Және сол жағы да, сол жақ бөлігі де 9-ға тең. Демек, бұл тура теңдік. Екіншісі 2,8 азайту 9 бізде 2,8 кіші 9-дан, сондықтан теріс сан шығады. Кіші саннан үлкен санды айырсақ. Сонда минус 6,2 шығады мына жерде. Мына жер минус 6,2 болса, мына жер 3,4-ті көбейтсек 2-ге, ол 6,8. Бұл екеуі бір-біріне тең емес. Демек, болмайды тура теңдік деген сөз. X қоямыз. Болмайды деген. Келесі үшінші мысалымыз, теңдіктің сол жақ бөлігі 0,9 көбейту 6, бізде 5,4. Оған 2-ні қоссақ 7,4 болады мына жағымыз. Енді 10-нан 2,6-ны азайтсақ, ол 7,4. Яғни бұл оң жақ бөлігі де теңдіктің, сол жақ бөлігі де тең. Демек, бұл тура теңдік болады. Келесі төртіншісі 3-тен 2 көбейту 6 азайту 1. Бұл теңдіктің сол жақ бөлігі. Оң жақ бөлігі 4 қосу 1. 4 қосу 1-іміз ол 5-ке тең. 3-тен 2-ні 6-ға көбейтсек, біз 6 мен 3-ті қысқарта аламыз, 2 болады. 2-ні 2-ке көбейтсек 4, 4-тен 1-ді алсақ 3. 3 пен 5 бір-біріне тең емес. Сондықтан бұл тура теңдік емес деп X қоямыз. Ары қарай 8-ден 1 көбейту 8, ол қысқарады, ол 1 болады. 1-ге 7-ні қоссақ 8 болады. Яғни теңдіктің сол жақ бөлігі 8-ге тең. 2,4-ті 0,3-ке бөлсек те 8. Демек, бұл тура теңдік болады. Екеуі бір-біріне тең. 1,6 қосу 4, ол бізде 5,6 шығады. Келесі 0,8 көбейту 2-іміз 1,6, оған 4-ті қоссақ 5,6. Демек, мынау теңдіктің екі жақ бөлігі де тең, демек бұл тура теңдік болады екен. Тура теңдіктерді ажыратып жаздық бұл есепте.